Баршаңызға қайырлы күн, менің каналымның көрермендері. Бүгін біз сіздермен 148-ші сабақтың есептерін шығаратын боламыз. Бұл есепте шамалардың өзара тәуелділігіне байланысты болады. Яғни заттың құны, бағасы, саны арасындағы тәуелділік, аудан, ұзындығы және ені арасындағы тәуелділік, жалпы масса мен массаның және санының арасындағы тәуелділікке байланысты есептер шығарамыз. Бірінші есеп А бөлігінде аулаға ұзындығы 9 метр және ені 7 метр балалар алаңы салынды. Балалар алаңының ауданы қандай? Ауданды табу үшін біз ұзындығы мен енін көбейтуіміз керек. Яғни А мен Б-ны көбейтеміз. А-ның орнында бізде 9 метр, Б-ның орнында 7 метр бар. 9 метр мен 7 метрдің көбейтіндісі 63 метр квадратқа тең. Ә бөлігінде ауладағы бір орындықты бояуға 320 грамм бояу жұмсалды. Осындай 3 орындықты бояу үшін неше грамм бояу қажет? Бір орындыққа жұмсалған бояудың массасы белгілі болса, 3 орындыққа жұмсалған массаны табу үшін осы 320 граммды 3-ке көбейте саламыз. Сонда 3 орындыққа 960 грамм бояу жұмсалды. Бір банка бояудың массасы 180 грамм, осындай 4 банкада неше грамм бояу бар? Бұл жерде де жалпы массаны табу керек. Ол үшін масса мен санды бір-біріне көбейтеміз. 180 грамм мен 4-тің көбейтіндісі 720 граммға тең. Сонда 4 банкада 720 грамм бояу бар екен. Екінші есеп, кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар дейді. А бөлігінде заттардың бағасы берілген, саны берілген, құнын табуымыз керек. Бұл жерде екі түрлі зат. Сондықтан әр қайсының құнын жеке-жеке тауып аламыз. Содан кейін жалпы құнды табу үшін осы екеуін бір-біріне қосуымыз керек. Ал заттың құнын табу үшін бағасы мен санын көбейтеміз. Мына формулаға саламыз. Әсемнің анасы 75 теңге тұратын 6 қорап печенье және 104 теңге тұратын 5 шоколад сатып алды. Ол осының барлығына қанша теңге төледі? Жалпы құнды табуымыз керек. Енді біреу 75 болса, 6-ауы қанша болатын табу үшін 75-ті 6-ға көбейтіп алып, печеньенің құнын табамыз. Сосын шоколад. Біреу 104 теңге болса, 5-еуі қанша тұратын табу үшін 104-ті 5-ке көбейтеміз. Сонда шоколадтың құны шығады. Енді бізде жалпы барлығына қанша теңге төледі дейді. Ол үшін екеуінің құнын қосамыз. Мына жерден бізден 450 теңге шығады. Мына жерден 520 теңге шығады. Барлығының құны сонда 970 теңге шығады. Сонда анасы осы заттың барлығына 970 теңге төлеген. Ә бөлігінде де екі зат берілген. Оның біреуінің жалпы массасы белгілі және бір заттың массасы белгілі. Осы екеуін қатыстырып, заттың санын біліп алуымыз керек. Ал санын табу үшін біз жалпы массаны массаға бөлеміз. Мына жерде формула тұр. Сөйтіп санын тауып аламыз. Осы сан мынау екінші тұрған затқа да байланысты. Мына заттың саны қанша болса, мынаның да саны сонша. Енді ол екінші заттың массасы белгілі, санын біз тауып алсақ, жалпы массаны табу үшін масса мен санды көбейтеміз. Мына жердегі формула бойынша. Ал енді есебін құрастырайық. Массасы 250 грамм болатын бірнеше қорап айран 1000 грамм тартады. Ал массасы 120 грамм болатын сонша йогурт неше грамм тартады? Оны білу үшін біз мына жерден 1000 грамм мен 250 граммның арасындағы санды, мынау жалпы масса, мынау бір заттың массасы. Осы жерден санды табуымыз керек. Ол үшін 1000-ды 250-ге бөлеміз. Сонда саны 4 қорап айран болып шықты. Енді айранымыз қанша болса, йогуртымыз да сонша, мінекей сонша деп тұр. Енді 125 грамм болса, әрқайсы сонша йогуртымыз қанша грамм тартады. Оны білу үшін 125-ті 4-ке көбейтеміз. Сонда оның жалпы массасы 500 грамм болады. Сонда 4
йогурт 500 грамм тартады екен. Үшінші есеп. Ауладағы теннис ойнайтын үстелдің ауданы 192 метр квадрат. Егер ені 8 метр болса, онда үстелдің ұзындығы қанша болады? Жалпы ауданды табу үшін біз ұзындығы мен енін көбейтуіміз керек еді. Ал бізде бұл жерде аудан уже белгілі. Мына екеуін көбейткен кезде бізде 192 метр квадрат шығып тұр. Және ені белгілі. Енді ұзындығын табу үшін кері амал қолданамыз. Ауданды еніне бөлеміз. 192 метр квадратты 8 метрге бөлеміз. Сонда ұзындығы 24 метр болып шығады. Төртінші есеп. Суретке қара. Ауладағы құм салынған қоршаудың периметрін есепте. Қолайсыз ауа райында бетін жабатын материалды дайындау үшін оның ауданын тап. Неке сурет. Құм салынған қоршау, оның бізде ұзындығы да, ені де белгілі. Енді периметрін табамыз. Сосын осының бетін жабу үшін тура осындай материал керек қой. Соның ауданын табуымыз керек. Ұзындығы ені белгілі. Периметрін табу үшін біз сол ұзындығы мен енін қосып 2-ке көбейтетін едік. Ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтетін едік. Ал енді шешіп көрейік. Периметр табу үшін 15 пен 9-ды екеуін қосамыз. Сөйтіп оны 2-ке көбейтеміз. Мына жерден 24 шығады. 24 пен 2-нің көбейтіндісі 48 метр периметрі шықты. Енді ауданын табамыз. 15 пен 9-ды көбейтеміз. Мына жерде барлығы дециметр екен, мен метр деп жазып жіберіппін. Бірақ мәні өзгермейді. Мына жерде дециметр квадрат, дециметрдің өзі мына жерде бізде 135 дециметр квадрат шығады. Мінекей периметрінде ауданында таптық. Бесінші есеп. Кесте бойынша есеп құрастырып оны шығар. Бұл жерде бағасы белгілі, саны белгілі, тағы да бағасы мен саны белгілі. Жалпы құнды, тағы екінші заттың құнын табамыз, және жалпы құнды табуымыз керек. Енді есеп құрастырып көрейік. Осылай есеп құрастыруға болады. Асан 45 теңгеден 8 қарындаш және 64 теңгеден 6 дәптер сатып алды. Ол барлығына неше теңге жұмсады? Енді осы жерде мынау қарындаштың құнын тауып алуымыз керек. Одан кейін дәптердің құнын табамыз. Сосын екеуінің құнын қосамыз да жалпы құнды шығара саламыз. Демек 45-ті 8-ге көбейтеміз. Және 64-ті 6-ға көбейтеміз. Екеуін қосқан кезде бізде 744 теңге шығады. Демек Асан осының барлығына 744 теңге төледі. Алтыншы есеп. Аулада балалар белтемірге тартылудан жарысты. Кестені қара. Балалардың әрқайсы барлығы неше рет тартылғанын тиімді тәсілмен есепте. Міне санат 12 рет, екіншісінде 11 рет, сосын 18 рет, Асқар осынша рет, Қайрат осынша рет, 3 мәртеден тартылып шыққан. Енді осыны тиімді тәсілмен есептеу керек. Жалпы тиімді тәсіл деген ол әуелі дөңгелек санға айналдырып алу керек. Мына жерде санаттың 3 рет тартылғанда қай сандарын қосқан кезде бізде дөңгелек сан шығады. Міне әуелі соларды қосып аламыз. Дөңгелек санға басқа санды қосу өте оңай. Сосын астындағы сұрақтарға жауап береміз. Балалардың қайсы белтемірге көп тартылды, басқа балалар одан қаншалықты кем тартылды деп. Дөңгелек сан шығу үшін 12 мен 18-ді қосып аламыз. 30 шығады, оған 11-ді қосса, 41. Бұл бізде санаттың тартылғаны. Келесі дөңгелек сан шығу үшін 17-ге 13-ді қосып аламыз. 30 шығады, оған 16-ны қоса саламыз. 46 рет тартылған, бұл Асқар. Келесі 16 мен 14-ді қосамыз. 30, оған 17-ні қосу оңай. Сонда 47 рет Қайрат тартылған. Балалардың қайсысы белтемірге көп тартылды деп тұр. Мына жерде шықты, Қайрат ең көп тартылған. Ал Асан
Асқар одан бір рет кем тартылды. Ал Санат болса Қайраттан неше рет кем тартылған табу үшін 47-тен 41-ді азайтамыз, сонда 6 рет кем тартылған болып шықты. 7-ші есеп, бұл логикалық тапсырма. Бірінші альбомда 26 фотосурет, ал екінші альбомда 32 фотосурет бар. Зере екінші альбомнан біріншісіне бірнеше фотосуретті ауыстырды. Содан кейін альбомдағы фотосуреттердің саны тең болды. Зере неше фотосуретті ауыстырды? Екінші альбомда артық. Енді нешеге артық екенін біз білуіміз керек. Ол үшін 32-ден 26-ны азайтамыз. Сонда 6 фотосурет біріншіге қарағанда артық болып шықты. Енді осы алтауының қаншасын біріншіге берген кезде екеуі тең болады. Ол үшін біз 6-ны 2-ге бөлмейміз ба? Теңдей етіп. 6-ны 2-ге бөлсек 3. Осы 3 фотосуретті мынау біріншісіне ауыстырғанда екі жағы тең болады. Ал дәлелдеп көрейік. 26-ға 3-ті қосамыз. 29 болды. Ал мына жақтан 3-еуін алып тастаймыз. 29. Міне екі жағы тең болды. Демек, Зере 3 фотосуретті ауыстырған. Осымен барлық бүгінгі берілген есептердің бәрін шығарып, түсіндіріп біттік. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, мені қолдап кетіңіз, комментарий жазыңыз, лайк басыңыз және қоңыраушаны басуды да ұмытып кетпеңіз.